соңғы кезде байқауымша қыстың кезі ма әлде вирустың әсерінен ба көп жағдайда пневмоторакс деген аурумен көп адамдар келіп жатыр. Темекі шексең де шекпесең де генетикалық өзгерістерге байланысты альвеолардың қабырғасы жұқа болып кейбір жыртылып кішкентай тесттер болады. Оны жаңа була дейді немесе эмфизема деген ауру бар. Енді ол созылмалы, адам онымен өмір сүреді, қорқудың қажеті жоқ. Бірақ қазіргі кезде мен байқаған бір әдеп бар. Діни тұрғыдан ба түшкірген кезде деп ұстап қалатын мұрнын қысып, сол кезде өкпенің ішіндегі жаңағы қысым жоғарылып өкпе тесіліп қалып жатады. Баллонның кәмірі тесілген сияқты. Сол кезде адамның тынысы қысылып, тіпті жүрегі тоқтап өліп кетуі де мүмкін. Киноларда көрсетеді ғой, тамақ ішіп жатқан жерде құлап қалады, кеудесіне ине тығып ауаны шығарған кезде адам демала бастайды. Сол пневмоторакс деген дүние. Қазіргі кезде егер де түшкіргіңіз келсе, бір ретпен түшкіріңіз енді ашу деп түшкірудің қажеті жоқ. Адамда қалай келді, солай түшкірген дұрыс. Өкпенің ішінде қысымды жоғарылатпау керек. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселені жалғастан көрсеңіз болады. Тіркелуді ұмытпаңыздар.